Мына кітапта көрсетілген схема бойынша тоқылу түрлерін сіздерге көрсетіп қойдым мына жерде. Мына жерде бос шалма дегеніміз осы тоқуды бастаған кезде алатын бос шалма деп аталады екен қазақшасы. Жартылай бағанша, орысшасы полстолбик накида болады. Тоқылу жолы осындай. Бұл да тоқыған кезде көп қолданамыз. Шалмасыз бағанша. Накида орысшасы. Бұл ойыншық тоқыған кезде көбінесе осы тоқу әдісі қолданылады. Міне. Қада нелерде тоқылатын бір шалмалы бағанша столбик накида деп аталатын. Орысшасы осылай, қазақшасы бір шалмалы бағанша екен. Міне тоқылу түрлерін осылай тоқып көрсетіп қойдым. Осы қазақша айтып үйрететін боламын енді мастер-класстарда. Бастамасын бір көрсетіп қойдым сіздерге. Мына жерде осы бос шалма деп аталатын осы тоқу әдісі екен.